Мынадай нәрсе ғой, біз ешкім сен сенбеді екен деп, сәл де болса жаһаннамның отыны салқындамас дейді ғой. Дұрыс па? Сенесің ба, сенбейсің ба, ол сенің проблема. Дұрыс па? Біз ешкімді сүйреп тура жолға әкелуге міндеттелмегенбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен тек қана нәзирсің дейді, ескертушісің дейді, Мұхаммед. Болды дейді. Ешкімді былай мәжбүрлеп туралыққа әкеле алмайсың дейді Алла тағала айтады. Біз де сол қызметіміз. Ескертеміз. Болды, сенесің ба, өзің үшін бақыт. Сенбейсің ба, өзіңнің сорың қасіретің. Осыны шығармау керек. Неге сенбейді екен, адамдар қызық күйіп піспей ақ қой. Болды, солай. Өмірдің заңдылығы сондай. Ол кезде де бар, солар сенбейтіндер, қазір де бар, и олар бола береді. Қиямет күніне дейін. Дін даму үшін дінге дұшпан керек болады. Біз ойлап жатырмыз ғой, бұлар исламды құртып жатыр. Жоқ, наоборот, дамытып жатыр. Рахмет оларға. Олар құртамыз деген сайын біз оқып жатырмыз. Ілім ал, ашылмай жатқан 1000 жыл бұрынғы жазылған кітаптар ашылып жатыр қазір. Құртам деген сайын біз оқып жатырмыз. Көрдіңіз бе? Жаңа бір нәрселер шығып жатыр. Дін қияметке дейінгі нәрсеге жауап беріп қойған өйткені.